Сіздермен тағы да бір математикалық сауаттылықты талдайтын боламыз. Тағы да айтамын, жазылыңыздар міндетті түрде біздің YouTube каналға. Бүкіл осындай тест талқылау, нұсқа талдау арқылы почти бүкіл математикалық сауаттылықта келген тақырыптардың барлығын талқылап өтеміз. Сондықтан тек осы видеоларды көріп-ақ сендер математика сауаттылықтан 10-нан 10 ала аласыңдар. Кеттік. Бірінші сұрақ былай дейді. Мына берілген теңдікте үшбұрыштың белгісімен қандай арифметикалық амал? Арифметикалық амал бізде төртеу ғана. Дәрежені 5-ші вариантқа қоса салған. 4-ақ арифметикалық амал бар. Қандай? Қосу, көбейту, азайту, бөлу. Енді қараңдар, ол үшін біз бірінші жақшаны есептеп аламыз. Мына бірінші жақшадан, құрметті оқушылар, 8-ге 8 64, 8 азайтсақ 56. Сонда 56 көбейтілген, мына жақшаның ішінде 88, 88 емес, 8-ге 8 өтсек 64, минус 8 үш бұрыш 8 тең 3528. Енді қараңдар, 54-ті мына жақшаға көбейтсек 3528 шыққан. Значит, мына жақшаны табу үшін біз 3558-ді 54-ке бөліп тастаймыз. Мына жақшаның ішіндегі сан сол кезде шығады бізге. Ол үшін бізге всемогущий калькулятор керек болады. Бөлеміз 54-ке. Так, 3528-ді бөлеміз 56 ғой мынау. Мәссаған қателесіп кеткен бара. 64-тен 8 айтсақ 56. Бөлеміз 56-ға. 63. О, бітті міне. Қараңдар, жақшаның ішіне қай кезде 63 шығады? Мынадан 1 шыққан кезде 63 шығады. Значит, ана үшбұрыштың орнында бөлу бар деген сөз. Міне, осылай тауып ала саласыңдар. Так, келесі. Егер мына екі жақша бір-біріне тең болса, онда x пен y-дің мәндерін тап. Қараңдар, кез келген екі өрнек тең болу үшін оның сәйкес сандары тең болу керек. Сәйкес сандар дегеніміз бірінші тұрған сандар және екінші тұрған сандар тең болу керек. Ол үшін қараңдар, бізде бірінші тұрған сан мынау. Екінші тұрған сан, екінші жақшада бірінші тұрған сан мынау. Мына екеуін теңестіреміз. 4x азайтылған y тең 7-ге. Тура солай екінші тұрған сандарды теңестіреміз. 6x азайтылған 3y тең 3-ге. Мына теңдеулер жүйесі. Енді теңдеулер жүйесін шығару үшін мен ең тиімді тәсіл, ең оңай тәсіл ол қосу тәсілі. Мынаны мен минус 3-ке көбейтейін бірінші теңдеуді. Сонда минус 12x плюс 3y минус 21. Дальше астында 6x минус 3y тең минус 21 ғой. Так, тең 3-ке. Енді минус плюс y пен минус y жойылып кетеді да, екеуін қоссақ минус 6x қалады. Мына екеуін қоссаңдар 6x қалады. Ал одан кейін мына екеуін қоссаңдар минус 18 шығады. Бұдан x тең 18-ге. X тең 3-ке. Бөліп тастаймыз, 3-ке тең болады екен. Енді табылған x-ті мен бірінші теңдеуге әкеп қойын. Или бірінші теңдеуге әкеп қойыншы міне. 4 көбейтілген x-тің орнына 3 қоямыз, азайтылған y тең 7-ге. 12-ден нешені азайтсақ 7 шығады, y тең 5-ге. Сонда жауабы 3-те 5. Міне, жауабы С. Немесе бұл жолды ұмытып қалсаңдар, онда сендер мына бірінші санды x-тің орнына, екінші санды y-тің орнына қоясыңдар, сол кезде екі жақшада бірдей сан шығу керек. Кез келген есептің екі жолын желательно білген жөн. Сендер кез келген есеп, мен өзім математикпін. Яғни өте көп есеп шығарамыз. Сендер 10 есеп шығарсаңдар, біз ар жақта қанша 40, 80, 90 есеп шығарамыз. Математика, физика 40 есептен, потом 10 есеп, 90 есеп. 90 есептің почти барлығының екі түрлі шығару жолын білемін. Сондықтан 50-де 50, 45-де 45, 10-да 10 ала аласыңдар. Так, қараңдар, қабырғасы 30 см болатын үлкен шаршы берілген бізге. Қараңдар, қабырғасы 30 см болатын үлкен шаршы берілген. Енді осы шаршыны периметр 24 болатын кіші шаршыларға бөліп тастаған. Мен соның біреуін ғана көрсете салайын. Мынаның периметрі 24 болса, онда оның бір қабырғасы 6. 24 4-ке бөлеміз. Өйткені шаршының 4 қабырғасы бірдей. Енді айтады, кіші шаршылардың әрқайсысы өзара тең екі тікбұрыш үшбұрышқа бөлінген. Мынаның өзі былай екі тікбұрыш үшбұрышқа бөлінген. Мынау біріншісі, мынау екіншісі. Енді тікбұрышты үшбұрыштардың әрқайсысының ауданын тап. Болды, мына тікбұрыш үшбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығымен ені көбейтіп 2-ге бөле саламыз. Жауабы 18 бола салады. Міне тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін бәріміз білеміз. Мынаның тікбұрыш екенін көрсетіп қояйық. Мынау А болсын, мынау Б болсын.
Оның ауданын табу үшін а мен б-ны көбейтіп 2-ге бөлеміз. Тура сол сияқты 6 мен 6-ны көбейтіп 2-ге бөле саламыз. Так, келесі 4-ші есеп. Мынау 4-ші есеп, қараңдар. Мансұр Сұлтан Әнуар дүкенінен сағыз шоколад самса сатып алды. Енді қараңдар. Мансұрдың алғаны самса емес дейді. Мансұрдың алғаны самса емес. Мансұр самса дегенді алып тастаймыз. Әнуардікі шоколад емес. Қараңдар, Әнуардікі шоколад емес. Әнуар шоколад дегенді алып тастаймыз. Міне. Сұлтан сағыз да самса да емес дейді. Сұлтан сағыз да самса да емес. Міне, самсасын да алып тастаймыз, сағызын да алып тастаймыз. Сонда қайсысы қалды? Сұлтан, міне тағы біреуін алып тастайық екенбіз оны. Сонда жауабы Д шығады. Болды, міне, осындай оңай есеп. Так, келесі. 6 адамды кезекке неше тәсілмен қоюға болады? 6-ның факториалы. Тең. Факториал дегеніміз 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6. Тең 120 емес 720. Қараңдар, мынанша адамды, кез келген мысалы мынанша адамды неше тәсілмен таңдауға болады? Немесе неше тәсілмен емес? Мынанша адамды неше түрлі қатарға қоюға болады? Немесе мынанша адамды неше түрлі орын ауыстыруға болады? Дейтін болса, осындай факториал әдісімен шығара саламыз. Факториал дегеніміз 6 десе, сол 1-ден 6-ға дейінгі сандар барлығын көбейте саламыз. Жаттап алыңдар. Мынадай есептер өте көп кездеседі. 6-шы есепте суретте боялған фигураның, яғни қара фигураның боялмаған, яғни ақ фигураға қатынасын тап дейді. Мынау уже нормально, достойный есеп, мынау араласуға болатын адам екен. Так, енді ол үшін бүйтеміз, қараңдар. Бізге боялған фигураның ауданын табу оңай. Өйткені ол бізде қабырғалар белгілі. Жалпы үшбұрыштың ауданын табатын өте көп формула бар. Соның біз қазір мынаны қолданамыз. S тең 2-ден 1 А көбейтілген H. Яғни кез келген қабырғасы және оған түсірілген биіктігінің көбейтіндісінің жартысы. Бізде боялған үшбұрышта бір қабырғасы бар, мына қабырғасы бар. Ол А деген сол және оған түсірілген биіктік, мынау ол биіктік дегеніміз перпендикуляр. Сол екеуін көбейтіп 2-ге бөлеміз, бұдан 5 шығады. Міне, біз қазір боялған біреуін таптық. Енді боялмаған дегеніміз мынау қисық бұтырған, ұзыннан тұрған мына үшбұрыш. Соның ауданын біз бірден таба алмаймыз. Неге? Өйткені олдың қабырғасы ешқандай қабырғасы белгісіз бізге. Сондықтан біз ұзақтау жолға шығамыз. Сол үшін біз мына тіктөртбұрышты толықтай аудан тауып аламыз. Оның ауданы, қараңдар, оның ауданы ұзындығы 5-ге тең, ені 4-ге тең. Общий 20. Былай қарай 5-ге тең, былай қарай 4-ге тең 20. Енді одан кейін мынаның ауданы таптымдық. Ол 5-ге тең. S1 деп алайық оны. Ол 5-ге тең. Сосын мына үшбұрыштың ауданын табайық. Мына үшбұрыш. Мына үшбұрыштың ауданын табайық. Оның S2 деп алайық. Оның 2 қабырғасы 4 көбейтілген 4 бөлінген 2. Мына былай қарай 4, былай қарай 2. 8. Потом мына кішкентай үшбұрыштың ауданын табамыз, бұрышта тұрған. Оны S3 деп алайық. 1 көбейтілген 1 бөлінген 2 тең 0,5. Потом мына үшбұрыштың ауданын тауып аламыз. Ол S4, оның қараңдар, былайна қабырғасы, сол жақта тұрған қабырғасы 3. Биіктігі, мына биіктігі 2. Екеуін көбейт 2-ге бөлеміз 3. Көрдіңдер ме? Үшбұрыштың ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сөйтіп, біз мынаның барлығын қосамыз да. Мынаның барлығын қоссақ, қараңдар, 5 қосылған 8 қосылған 0,5 қосылған 3 тең 16,5. Сөйтіп 20-дан азайтып тастаймыз. 20 S тең 20 азайтылған 16,5 тең 3,5-ге. Бұл боялмаған ақтың ауданы деп айтайықшы. Енді қараңдар, бізге айтады, боялған фигура ауданының, боялған бізде 5 шықты, ең бірінші тапқан. Соның боялмаған, яғни ақ фигураға 3,5-ге қатынасын тап дейді. Мынандай жоқ. Сондықтан біз астында үстінде бүтін санға келу үшін 2-ге көбейте салайықшы. 2-ге көбейтсек үсті 10, асты 7. Мынада да жоқ. Онда біз аралас бөлшектен алырамыз. 1,7-ден 3 шығады. Міне, құрметті оқушылар, міне. Мынадай есеп тағы айтқам. Алдыңғы нұсқаларда да айтқам. Мынадай математика таңдағандар шығаратын есеп міндетті түрде біреу келеді ертең сендерге. Қалған бәрі оңай. Мысалы, мынау оп-оңай. Былай дейді. А оң сан дейді 5. Б теріс сан дейді -2.
С 0 дейді. 0. Қараңдар, енді орнына қоя саламыз. А-ның орнына 5, Б-ның орнына -2. Мына жерге 0 қойсақ, 0 болып кетеді мынау. Мына жерге 0 қойсақ, мынау да 0 болып кетеді. Сонда жауабы -10 шығады. Ал -10 мынада да жоқ, мынада да жоқ, мынада бар, мынада да жоқ. Енді мынада болмайды. Өйткені тек қана теріс сандар шығады. Минус шексіздіктен 0-ге дейінгі тек қана теріс сандар шығады. Ал мына жерде еще минус 0,5 дегендер сандар шықпайды деп айтады. Ондай да сан шығуы мүмкін. Сондықтан тек теріс сандар деген сөздің математикалық жазуы міне осы. Келесі, мына логикалық амал А-ның Б дәрежесі -1 заңдылығымен. Яғни, мына жерде А-ның орнында бізде 2 тұр, Б-ның орнында 5 тұр. Значит, А дегеніміз 2, оның 5 дәрежесі азайтылған 1. Бітті міне. Көрдіңдер ме? Оп-оңай. Тең 2-ның 5 дәрежесі 32, азайтылған 1. Тең 31-ге. Келесі. Компания телефон байланыс төлемдерінің екі түрлі тарифін ұсынып отыр. Қараңдар, біріншісі, мына үзік сызықпен сызғандар ол көмек, қалың сызықпен сызғандар ол тиімді. Енді айтады бізге, график бойынша көмек тарифін қолданған абонент 280 теңге қолданса, жаратса, неше минут созылады. Қараңдар, мынау бізде теңгесі мынау. Мынау бізде минуты. Бірінші бізге теңге берілген. Сондықтан біз мына вертикальный оське қараймыз. Сол жерден 280 дегенді тауып аламыз. Ол мына жерде міне. Мына жерде. 280 деген. Осымен бүйтіп барамыз да, міне бүйтіп барамыз. Қай жерге дейін барамыз? Көмек дегенге, яғни үзік сызыққа дейін барамыз. Мына жерде қиылыстықта, соны енді төмен қарай минутына қарай жылжимыз міне. 60 пен 80-ның дәл ортасы 70. Бітті, жауабы 70. Графиктен мәнін табу деген осы. Бірінші сендерге бір мән беріледі, соны 280 берілді. Соны бізге графиктің бойынан тауып аласыңдар. Сол нүктеден графикке қарай жүресіңдер. Қиылысқан жерінен төмен қарай түсесіңдер. Қай санға дәл келесіңдер, сол жауап бола салады. Так, келесі. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып, оқушылардың неше пайызы 4 пен 5 алғанын оп-оңай. Біз тағы да айтамын. Пропорция, процент. Біздің бірінші барлығы. Бізде барлығы қараңдар. 1, 7, 13, 4. Барлығын қоссақ, қанша болады? Так, 25 болады. Барлығын қоссақ 25, оны біз 100% деп аламыз. Сосын 4 пен 5-тер алғандар 17. Оны x% деп аламыз. Сосын x тең 100-ді астына жібереміз. Дұрыс шығарып отырмын ғой? 17 мен 25-ті үстіне жібереміз ба? Жоқ, астына 25 жібереміз. X-ке қарама қарсы астында тұрады. 17 көбейтілген 100 үстінде тұрады. Тең екеуін қысқартамыз 4 қалады. 4-ті 17 көбейтсек 68% болады екен. Келесі. Мына кестедегі тәуелділіктерді пайдаланып, сұрақ белгісіндегі санды табуымыз керек. Енді қараңдар. Мына сандарды қараңдаршы, мына сандар не істеп жатыр? Плюс 1,5. Плюс 1,5. Плюс 1,5. Тең 14,5 и все. Міне, көрдіңдер ма? Осынша математикалық сабақ, осынша оңай. Шынымен осынша оңай. Үстіндегі сандарды қолданып бір нәрсе істеп жүресіңдер қазір. Лучше сендер астына қараңдар, бір санды қосылып бара жатса, соңында сол сан қоса саласыңдар, ол шыға салады. Келесі, қараңдар, кестеде 8 сынып оқушылар үшін ұзындықтан секіру нормативі көрсетілген. 191 сантиметр секірген ұл бала қандай баға алған табыңдар дейді. Енді қараңдар, мына жерде берілген ұзындықтар ол минимальныйлар. Яғни, ұл бала 170 секірсе, ол 2 алады деген сөз. Ал 170-тен ке аз секірсе, все, уже он пропал деген сөз. Нормативті орындамады деген сөз. Болды, келесі жылы оқымайды деген сөз. Даже ең 2 алу үшін ең азында 170 секіру керек. Ал 3 алу үшін ең азында 180 секіру керек. 4 алу үшін ең азында 195 секіру керек. Қараңдар, 195 секірсе ол 4 алады. Минимальный 4 алады. Ал біздікі 191 секіріп тұр. Яғни 4-ке жетпей тұр. Сондықтан біз 191 дегеніміз ол небәрі 3 алды деген сөз. Тағы да айтам, мына жерде көрсетілген биіктіктер, ұзындықтар, бұлар минимальныйлар.
яғни 4 алу үшін сен минимально 195 секіру керексің. Біз 191 секірдік, яғни минимально 4-ке жетпей қалды, значит біз 3 алдық деген сөз. Келесі, қараңдар. Данияр Шарбақты 11:30-да бастады да, суретте сырлаған бөлікті 12:00-де бітірді. Қараңдар. 30 минут істеді. 30 минут істеді. Сөйтіп қараңдар. 1, 2, 3, 4 таяқшаны бояды. Потом, неше таяқша қалды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 таяқшаны ол неше уақытта істейді? X тең 60. Пропорциямен шығарсаңдар 60. Енді дейді, осы жұмысын нешеде аяқтайтын табыңыз. Тағы да 60 минут істесе, ол 12-ден кейін тағы да 60 минут істейді. Сол кезде ол 13:00-де бітіреді. Келесі 14-ші есеп. Қараңдар, 2 килограмм алма, 2 алма, 1 банан. 1000 теңге. Ары қарай 2 банан, 1 құрма дейді. Охо. X деп алайық оны. 1150. 1 килограмм алма плюс 2 құрма. 1000 теңге. Тұрса, банан алма қарағанда неше теңге қымбат дейді. Жақсы. Қараңдар. Енді бұл есепті мен сендерге кәдімгі ереже бойынша көрсетейінші. Бір есепті бір ереже бойынша шығарып көрейікші, қараңдар. 1 алма, мына теңдеуден міне. Мына теңдеуден 1 алма 1000 азайтылған 2x. 2x берға минус қойдық. Енді табылған 1 алма дегенді мен не істеймін? Ана бірінші теңдеге әкеліп қоямын. Ол жерде 2a деп тұр. Значит, 2-ні 1000 азайтылған 2x-ке көбейтемін. Плюс 1b тең 1000-ға. Так. Жақшаны ашып алайық. 2000 азайтылған 4x плюс 1b тең 1000-ға. Енді ары қарай. Мына 2000-ді теңдіктің бірінші жағына өткізіп жіберем. Минус 4x плюс 1b тең минус 1000-ға. Деп жазамда екінші теңдеуді әкеп қасына қосып жіберем. Не деп тұр ол? 2b плюс 1x тең 1150. Енді қараңдар. Мен мына теңдеу, міне тағы да теңдеулер жүйе шықты. Енді мен мына теңдеуді минус 2-ге көбейтемін. Не шығады? 8x минус 2b тең 2000. 2b плюс 1x тең 1150. Минус 2b плюс 2b қысқарып кетеді да, ана екеуін қосып жібереміз. 9x тең 3150-ге. Yani x табылу үшін 3150-ді 9-ға бөлеміз. 3150-ді бөлеміз 9-ға. X тең 350. X 350-ге тең. Бізге не табу керек? Алма мен бананды. Вообще біз құрман тауып аппыз. Ладно. Енді екінші теңдеуге қараңдар. Мына теңдеуге қараңдар. 2b плюс x-ның орнына 350 тең 1150. Бұдан 2b тең. Мына 300 берға өткізіп жүрсек 800 қалады. Бұдан b тең 400. Бұл банан. Енді үшінші теңдеуге қараңдар. 1a, яғни 1 алма плюс 2x. Бізде 1x-іміз 350 еді. 2x-іміз 700 болады. 700 тең 1000-ға. Бұдан 1 алма 300-ге тең. Бұл алма. Енді айтады, банан алмаға қарағанда неше теңге қымбат? 100 теңгеге қымбат. Мынау 400 теңге, мынау 300 теңге, сонда 100 теңгеге қымбат болады екен. Міне, көрдіңдер ме тағы да? Осындай міндетті түрде есеп келеді. Енді келесі тағы да ауданға байланысты. Мына жердегі аудан, мына 4 бұрыштың ауданын тап депті. Біз 4 бұрыш бұл жерде бізде ыңғайсыз 4 бұрыш, я? Тік 4 бұрыш емес, квадрат емес, ұзындығымен ені көбейте салатын. Сондықтан біз не істейміз? Өзімізге ыңғайлап осы 4 бұрышты бөліп аламыз. Мен қазір сендерге бөлем. Міне. Мына жерден бөлеміз. Былайынан. Сөйтіп, мына жердің ауданын табу үшін қараңдар. Оның бір қабырғасы 4, екінші қабырғасы 1. 4 көбейтілген 1 бөлінген 2 тең 2-ге. Тура мынаныкі да сондай. 1 көбейтілген 4 бөлінген 2 тең 2-ге. Ал мынаны квадрат ол. Квадраттың ауданын
біз ұзындығымен ені, яғни 4 мен 4 көбейте саламыз, 16. Сөйтіп барлығын қосамыз. 2 қосылған 16, қосылған 2 тең 18-ге. Жауабы А. Міне, бүгінгі вариант басқа варианттардан шамалы қиындау екен. Сондықтан міндетті түрде жазылыңдар, осындай қиын есептерді шығарып үйренеміз.